Николай Көпелінде студия Быковского 9 бағдарламасы. Бүгін Қазақстан Республикасында тұңғыш президент күні тойлануда. 1 желтоқсан Қазақстан тарихындағы айтулы күндердің бірі. Өткені 30 жыл бұрын дәл осы күні бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев егемен елдің тұңғыш президенті болып сайланды. Біз бағдарламаны дәстүрлі түрде қонағымызбен байланысты екі сөзден бастаймыз. Ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады. Бүгін қонақта Қостанай педагогикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы Арыстан Нұрланұлы. Арыстан Нұрланұлы, оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы жүзімдік елді мекенінде дүниеге келген. 2003-2014 жылдары Сарыарқа жалпы орта мектебінде оқыған. 2014 жылы Республикалық серпін 2050 жастар индустрияға ұлттық жобасы негізінде Қостанай педагогикалық институтына қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына оқуға түсті. Сонымен қатар, Арыстан Нұрланұлы облыстық және республикалық деңгейдегі дебат ойындарына белсене қатысып, жүлделі орындарға иемденді. 2018 жылдан бастап Қостанай педагогикалық колледжінде қазақ тілі мен әдебиеті пән оқытушы қызметін атқарады. Қазіргі таңда кәсіподақ қорының төрағасы, жаңартылған оқу білім беруі бойынша колледж оқытушыларының аймақтық тренері, Алаш болашағы дебат клубының жетекшісі. Нұрланұлы колледж қабырғасындағы ең білікті, талантты, тәжірибелі маман иесінің бірі. Сәлеметсіз бе, Нұрланұлы, біздің бағдарламамызға қош келдіңіз. Нұрланұлы, бәріміз білетіндей, сіз колледжде жұмыс істегелі 4 жылдың жүзі болды. Осы уақыт аралығында біршама қызықтар өтіп, біршама топтың кураторы болып, біршама топқа сабақ беріп жүрсіз. 4 жылды артқа тастап, ең алғаш келген кезде қандай есепте болдыңыз? Ұжыммен тестер табыса алдыңыз ба? Студенттермен жұмыс істеу қиынға соқпады ма? Саламатсыздар ма? Мен Қостанай педагогикалық колледжінде жұмыс істеп жатқаныма осымен 4-ші жыл болыпты. Осы уақыт аралығында әріптестермен және колледж студенттерімен түрліше қызықты оқиғалар бастан өтті. Колледж қабырғасына келгенде менің бейімделу кезеңім өте жылдам жүрді. Оған басты себеп менің әріптестерімнің сыйластығы мен студенттерімнің сабақтарым барысындағы қызығушылығының жоғары болуында деп білемін. Қазіргі таңда студенттердің білімі, қарым-қабілеті кей сәттерде мұғалімдерден де жоғары болып келетін кездері кезігеді. Осы сәттерде мен қуанатыным қазіргі студенттердің білім деңгейінің, ойлау деңгейінің жоғары болуы. Маған қазіргі таңда студенттермен жұмыс жасау өте қызықты. Және де Қостанай педагогикалық колледждің студенттері алдағы уақытта менің артқан үмітімді ақтайды деген де ойдамын. Өзіңіздің оқытушылық тәжірибеңіздегі ең үлкен жетістікті атаңызшы? Ұстаз үшін әр кезде өзінің шәкіртінің үмітін ақтауы ең басты нәрсе. Ұстаздық қызмет ол нәтижесін өте ұзақ мерзім бойы күтетін қызмет болып табылады. Біздердің ұстаздардың жалпы студенттері жетістікке жетуі ол басты мәселе. Басты ұстаз үшін мәртебе деп айтуға болады. Жаңағыдай менің ең бір жоғары деңгейім шын айтқан кезде Павлодар қаласында өткен, қашықтықтан өткізілген ол республикалық байқауда менің студентім қазіргі таңда АК-31 тобының студенті Шолпанның бірінші орынды иемденуі мен үшін өте жоғары деңгейдегі жетістік болды. Біз жұмысқа өте аз уақыт дайындалдық, алайда сол сәтте Шолпанның өзінің тапқырлығымен, студенттер арасында өзін жоғары деңгейде көрсеткеннің арқасында мен оны таңдап алдым және де ғылыми жұмысты біз өте жылдам жазып, қорғау барысында тапқыр түрде сөз тауып, орынды сөйлеп, соның нәтижесінде ғылыми жұмысымыз республикалық деңгейде бірінші орынға лайықты болды. Мен сол деңгейде қазіргі таңда жоғары менің жетістігім деп айта аламын. Білікті маман атану үшін жастарға қандай кеңес бересіз? Қазіргі таңда жастарға менің кеңесім
ізденісте болыңыздар. Әрқашанда ақпаратты жинап, ол өзіңізді дамытуға тиісті ақпарат болуы керек. Сонымен қатар кез келген саланың иесі бола тұра, сіз сол саланы дұрыс игеріп, сол салада білікті маман болғыңыз келетін болса, өзіңізді дамытуыңыз керек. Оқу, білім, ізденістер, байқаулар, бұның барлығы мұғалім мамандығының болашақта шыңдалуына, оның жоғары деңгейдегі білім беру деңгейіне жетуіне үлкен септігін тигізеді. Нұрауа Нұрванова, әңгімеңіз үшін рахмет. Біздің эфирде КПК жарнамасынан кейін 1-60 секунд арнайы айдары басталады. COVID-19-ға қарсы вакцина салдыру арқылы өзіңді, туыстарыңды және жақындарының денсаулығын сақта. Бүгінгі айдарымыздың қонағы Арыстан Нұрванова 60 секунд айдары. Бұл айдарда қонақтың ойлануға уақыты жоқ. Кез келген тақырыпта 10 сұрақ қойылады. Дайындыққа уақыт берілмейді. Сұрақ үшін қонағымыз 5 балл алады. Егер сіз жауап беруге қиналсаңыз, келесі сұраққа ауысуыңызға болады. 3, 2, 1. Біз бастаймыз. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? 1668-1666. Қазақ хандығының соңғы ханы кім? Кенесары Қасымұлы. Дүние жүзін алғаш рет айналып шыққан саяхатшы? Магеллан. Қазақтың тұңғыш ғарышкері? Тоқтар Әубәкіров. О ақтан жас шығармасының авторы кім? Дулат Бабатайұлы. Ақ киімді денелі ақсақалды қай өлеңнен үзінді? Абай қыз. Қобыланды батырдың тұлпары? Тайбұрыл. Педагогикалық колледждің құрылған жылы? 1933. Жауап дұрыс емес. 2010 жылы Қостанай педагогикалық колледжінің директор лауазымына кім тағайындалды? Разымбетова Гүлназ ханым. Ең қатты минерал? Алмас. Осымен аяқталды. Сіздің ұпайларыңыздың жалпы саны 45. Жақсы нәтиже. Бүгін бізде қонақта Арыстан Нұрванова болды. Студия Быковского 9 бағдарламасына қатысқаныңыз үшін рахмет. Сіз секілді білікті әрі жас мамандар елімізде көбейе берсін. Сізге жаңа желістерді тілейміз. Біздің кездесуден естелік ретінде осы сувенирді ұсынуға рұқсат етіңіз. Осымен біздің эфир аяқталды. Парақшамызға жазылыңыз, үліпіл басыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.